Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге қазақ баласы достар. Достар, бүгін біз ящиктер ашатын боламыз. Бүгін біз достар ящиктерді кішкене басқаша ашатын боламыз. Яғни біз маленький ящиктен мега ящиктерін ашамыз ғой достар. Мінекей мега ящиктерін жинап қойғам. 7000 кубқа жетіп. 7000 минус қайырып кеттім бағана, 27 куб минус қайырып кеттім достар. Шыным шығып кетті, сосын лучше видео түсіре салайын деген дұрыс болады жар дедім да. Короче, мега ящиктен бастаймыз бірінші достар. Мега ящиктен бастап достар, мега ящик, потом большой, потом маленький ящик ашатын боламыз достар. Керісінше ағылатын боламыз, короче, керісінше ашатын боламыз. Әдетте көбісі маленькийдан мегаға дейін ашады, мен мегадан маленькийға дейін ашатын боламыз достар. Так, новостидан бірнеге кепті. Қандай новости екен? Қашан обновление болады? Достар, мен сіздерге айта кетейін. Осы обновление болды ғой. Бұл обновление жай ғана мини обновление, яғни бұл обновлениеде жай ашымыз геройларды, сосын кішкене анимацияларды өзгерткен. Алдағы уақытта новый, қалай айтсам болады, глобальный обновление болады. Ол үлкен обновление да, достар. Ішін кішкене бұлай өзгертіп, потом бір-екі геройлар қосады деген үміттемін. Короче, сондай достар. Ал ондай болса біз бастайық, көпке соза бермейік достар. Ондай болса мыналардан алу үшін біріншілерді аламыз достар. Бірінші маленький ящикті ашайық. Маған көптен бері, почти бір айдан бері ештеңе түспеді достар. Маған күнге берсем болады. Күнге берсем болады. Так. Түспес. Так, лучше... Достар, күнге берсем болады, өзіне білмейді тұрған қарыңыздар. Или битке ауырайын ба? Мен битпен қазір көп ойнамайым вообще. Потому что ол өте жай жүреді, соны екен ойнағым келмейді достар. Өліп қала бересің, осы биттің сырынан мен сұғайып кеттім, ем-ой. Короче, мен оны достар, күнге берсем екен. Кез келген біреуіне бере салайын бәрі. Короче, шевлиге ұрсам көпті өкен. Елі нені аламыз достар. Бисмиллах. Өйдіп. Ашамыз бісмиллахи алады. Ештеңе жоқ. Өйткені бесе екен көмтіп. Так, маған сосын кристалл жинау керек достар. И билеттен бір 100 шақ жинап, қайтадан билет жинау керек болады достар. Короче, аштық. Енді екі большой ящик ашамыз достар. Дерел достар, дерел. Бірақ мен дерелдің түскен вообще қалаған жоқпын, ем-ой. Маған дерел түсті достар. Енді маған ешкім түспей ма деп қорқып тұрғанымызды қараңыздар достар. Потому что, көрдіңіздер ме достар, мен уже мега ящиктен төмен қарай ашқаным сразу дерел түсті. Потому что егер бірінші мега ящикті ашсаң, сенің нең көтеріледі достар. Қазір мен көріп жүрейін кішкене. Мау, қазір кішкене ашпай жатыр. Бик көкісін көріңіздер. Менде қазір 1200 достар, көріңіздер ме? Легендарный боецкий 1200, мифический боецкий 2496%, ал эпический боецкий 5472% достар. Маған түсу керек, құдай берді түсіп қалар деген үміттемін енді. Мен барлық жинаған ящиктерін тек қана ютубқа салып қана ашып жүрмін достар, сіздер көрсін деген оймен, сіздер көрсін деп көргендеріңіз қалайын достар. Маған қазір дерел түскенін көріңіздер, ол мінекей. Менде қазір тек қана эпический, мифический және леганы алған жоқпын, қалған барлық геройға толықтай болды достар. Міне дерелді алдым. Ал енді біз оларды ашайық, біртіндеп. Ештеңе жоқ әзірше. Да жоқ достар. Құдай қаласа түсіп қалар деген ойдамыз. Пем достар, пем! Мен саған пем түсті достар. Қуаныштымын сондай достар. Аша берге ары қарай тағы да бір герой түскен қалаймын достар мен. Лега түсті екен достар, Леон түсті екен достар, Леон. Қатты қалап тұрмын достар. Айттым ғой достар сіздерге, мега ящиктен төмен қарай ашсаңыздар, онда сіздерге обязательно герой түсу керек достар.
түсу керек достар. Мінекей мен аштым, мінекей түсірдім. Бір емес 2 герой түсірдім достар. Алдағы уақытта достар маған тағы да бір герой түссе екен. Любой, енді өйткені менде тек қана эпический және де достар лего қалды. Тек қана солар, сондықтан мен кім түссе де маған бәрібір. Бірақ мен легоның түскен қатты қалап тұрмын. Ну, басқа герой түспейтін сияқты. 2 геройдан басқа жаңа көптен бері ешқандай герой түспеді деп айтып жатқан едім. Мінекей аяқ астиге түсіп қалды. Көретін боламыз күн түсетінін достар. Бізде қанша ящик? 10 ящик, потом 9 бар. Шабіреміз жылдам. Бізге ешнәрсе түсіп жатқан емес. Хотя бы бір тағы бір герой керек. Бізге хотя бы тағы бір герой достар. Екеу достар. Короче, ол мынау соңғысы достар. Сымырады башамыз. Бірінші мына жақта біз алған пем қайда мінекей достар. Қараңыздар. Пем достар. Мәссаған мен пем түсірімде ойнаған. Вообще жақсы алды достар. Хотя бір эпический түсіріп алдық. Ұяқташыңыз жоқ достар. Қайта көрдіңіздер достар. Менің айтқаным келді. Мега ящик, большой ящик ең соңында, потом ең соңында маленький ящикті ашқанда сіздерге обязательно герой түседі дедім достар. Кешесіздер боец түседі дедім. Мінекей маған қазір көріп тұрсыздар, өздеріңіз куә болып тұрсыздар достар. Мега ящиктен бастап аштым достар. Менің бағанағы нем көтерілді. Міне мынаяқта битбокстан қазір көрсем сіздерге. Кешесіздер. Қазір менде 1152% көрдіңіздер ма? Мен мега ящикті ашпай жатып, менде достар қателеспесем 900 бір нәрсе еді. Потом мега ящикті аштым. Кейін көтерілді, потом Дэрилді түсірдім достар. Дэрилден кейін қайтып қарағанда 1200% болған. Ал эпический қанша болды достар? 5400 бірнеңе болды достар. Потом большой ящикті аштым, маленький ящикті аштым, потом маған бәм түсті достар. Бір емес 2 герой түсті достар. Сіздердің де осы жасағандарыңыз қалай, мен сіздермен де бөліскім келеді достар. Мен ешкімнен бұлай жасырғым келмейді. Қалай тез сундук жинауды да үйреттім сіздерге достар, көрсеттім. Яғни қалай тез нелер түсіру керек екенін де үйреттім. Алдағы уақытта достар лего түседі деген ойдамыз. Сіздерге де лего түскен қаласаңыздар анаға жазылып, маған лайк басып достар, колокольчикті басып кетіңіздер. Тағы да кішкене процент көтерілсін десеңіздер, яғни лего түсуге процент көтерілсін десеңіздер, кез келген комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Онда сау достар.